31 жасында Фазыл Жомабайға мұсылмандықтың 5-ші парызын өтеп қайтуға мүмкіндік туды. Меккеде қажылық сапарын өтеуге Қарағанды облысынан 3 имам жіберілген болатын, соның бірі Ақтау кентінің имамы осы Фазыл Жомабай болды. Аллаға шүкір, Алланың 5-ші парызы мына үлкен қажылықты аман-есен ойдағыдай орындап келдім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жаңағыдай қабыл болған қажылықтың сыйы тек қана ол жәннат дейді. Иншалла, соны Алла нәсіп етсін деп дұға жасадық. Және сол қажылықта жүргенде мынау Арафат тауы бар, сол қажылықтың парыздардың бірі жаңағыдай таудың етегінде боламыз, сонда таңдың атыстан күннің батысына дейін. Міне сол жерлерде мына дұға жасадық халқымызға, жұртымызға. Мына өзім Ақтау кентіне жасадым, осы Теміртауға жасадым, жалпы ел жұртқа амандық болсын. Иншалла қалған жұртқа да осындай қажылық нәсіп етсін дегендей дұғалар, тілектер болды. Сосын Кағбада болдық. Мынау жағы шайтанға тасаттық. Мына қажылықтардың барлық парыздары шама келгенше орындадық. Сонда Кағбаның қасында да жаңағыдай 7 рет айналамыз. Сол 7 рет айналғанда дұға тілектерімізді тіледік. Аллаға шүкір, ел жұртқа дегендей. Фазыл Жомабай 2009 жылдан бері дін жолында келеді. Әкесі де молда болып, имандылыққа үйіп өскен жастың бірі болатын. Ол 2 жылдан бері Ақтау кентіндегі мешітте имам. Қажылық сапарын өтеу оның үлкен арманы болатын. Міне, Алла сәтін салып, қажылығын өтеп қайтты. Әрине, әр мұсылмандың арманы ол жерге бару. Енді ол шақырту 3 кезеңден тұрады дейді. Бірінші Алланы шақырту болады екен қажылыққа, екінші пайғамбардың, үшінші шайтан шақырту дейді. Бұл жерде мына Алла Тағала нәсіп еткен шығар. Біз тілеп армандап жүрмін, ойда жоқта шақыртып қойды. Сол 1 айдың ішінде барасын деді. Сол 1 айдың ішінде дайындық жасап, солай баратын болып қалдық. Әрине, ойда жоқ еді, биыл барам қажылыққа деген, 1-2 жылда деген ол ойда жоқ еді, бірақ енді ниет бар. Құдайға шүкір, Алла Тағала сол ниеттер, тілектерді қабыл еткен шығар. Соны Аллаға шүкір, ойдағыдай барып келіп тамаша. Алматтан қажылыққа қыркүйектің 15 күн аттанып кетеді. 6 сағаттың ішінде олар қасиетті Мединаға жеріне түседі. Содан Мекке жерінде 20 күн қажылық сапарларын өтеп, қазанның 5-інде отбасына оралды. Әрине, үлкен қажылықты өтеуде қасиетті Мекке жеріне аяғы тигендегі толғанысы шексіз болды. Әрине, Құдайға шүкір, ондай қасиетті жерлерде түскен кезде адамның ерекшелі бір мұсылмандың қайнап атқан орны және күн ыстықтығын сезіп, ол жерде бір басқаша бір ерекше неде боламыз. Оны енді айтып жеткізе алмаймыз. Сол жерде дүние жүзінде мұсылмандарды көрдік. Біздің қонақ үйде француздар болды, сосын индонез болды, басқа да елдер, в общем, жаңағыдай Италиядан да, бүкіл әлемде мынау біз кәпір мемлекет деп санағанның өзінде сол жерде олардың жалауларын көтеріп қажылық жасап жүрген мұсылмандарды өзіміз көзімізбен көрдік. Міне ол жердің кіндігі болып, мынау 5 парыздың бірі болғаннан кейін бүкіл әлемде Алла Тағаланың діні насихатталып жатыр екен. Ол жерде мұсылмандар бар екен, Құдайға шүкір. Солардың бәріміз өзіміз көзбен көргеннен кейін бір толқыдық. Әрине, мынау ақиқат дін екен, осындай жағдай мұсылмандар барлық жерде бар екен. Мұсылман діні кең етек тараған екен, көрдік көзімізбен, соған куә болдық. Ол жер енді ыстық, біз мына Теміртауда күн ысып кетсе біз айтамыз ғой, күн ысты, бірақ ар жақтың ыстығы 40-тың үстінде. Бірақ енді ол жерде бір береке бар, ешқандай күйіп, жағдай бір не қылып атқан жоқпыз, жүре береміз. Анау зәм-зәм судың арқасы шығар, жағдай қасиетті су бар, сол қасиетті суды ішеміз де күннің ыстығына қарамай жүре береміз. Әрине, ыстықтығына ыстық болды, бірақ ана іште жүргеннен кейін оны ештеңе сезбейді екенсің, көпшілікпен жүре беретсің. Андай қатты бір күн өтіп құлап қалған, бастан күн өтті деген ешкімде тіркелген жоқ. Ондай жағдай бәріміз. Біздің арамызда 75-те ақсақал болды, және апаларымыз болды, үлкен кісілер, және жастарымыз болды. Бәріміз, Құдайға шүкір, бірдей жүріп, бірдей тұрып, ешкім жағдай балтыр ауырып, аяқсыздаған ештеңе болған жоқ. Бәріміз жағдай ойдағыдай тамамдап келдік. Мұсылмандықтың 5-ші парызын өтеу әрбір мұсылманның арманы. Қасиетті Мекке жеріне табан тіреген әрбір мұсылман барлық уақытын тілек тілеумен өткізеді. Фазыл қажы да елдің, жердің, туған қаласының амандығын тіледі. Әрине, тілектер көп, ол жерде уақытта жеткілікті. Негізінде соған берілген кезде ең тілектің қабыл болатын жағы Арапатта деді, және Кағбаның қасында деді. Сонда сол ең алғашқы адам отбасына тілейміз, сосын өзіміз тұрған өңірге тілейміз, жағдай осындағы. Және осы ел жұртқа амандық тіледік. Мынандай болып атқан жағдайларға Алла Тағаладан
халқымызға сабырлық тіледік, және береке, мына халық татушылығы, мына көптеген жерлерде қиыншылықтар болып жатыр. Сол Алладан тілек соғыс болмаса екен, еліміз тыныш болса екен, осындай дағдарыстардан аман есен өтсе екен деп халыққа, жұртқа барлығымыз жиналып дұға жасадық. Сонда мына Арафаттың етегінде Алла Тағаладан ол жерде дұғалар кері қайтарылмайды екен. Міне сонда алғашқы мен жағы дұға жасағым Ақтау кентіне, және осы Теміртауға, одан Қарағанды облысына Алла Тағала, және Қазақстанымызға амандық, және бүкіл әлемге Алла бейбітшілік берсін, амандық берсін деп осылай тілектерді қайта тілей бердік Алла Тағаладан.